Hey, сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан қалайым. Бүгін біз достар Казбен арнасынан Тачкидің қателіктерін көретін боламыз. Тачки деген мультфильмді достар барлығыңыз білетін шығарсыздар деген ойдамын, өйткені мен кішкентай кезімде достар бұл ең үздік мультфильмдердің бірі болды. Бүгін достар біз сразу екі видеоға реакция түсіреміз, өйткені видеолар 3 минуттан, сол себепті видео кішкене ұзақ болу үшін сразу екі видео көреміз. Тачки 1 және Тачки 2-ның қателіктерін көреміз. Лайк басамыз, сарнар жазамыз, біз видеомызға кеттік. Ал достар, көреміз, қызықты болады деген ойдамын. Қандай қателіктер тапты екен Тачкидан? Бұл ескі мультфильм шынымен де. Молния Маквиннің поворотниға жарық түсіп жылт етеді. Молния Маквин. Алдынан көрсеткенде ол енді ғана шығайын деп тұр. Қайдан оған жарық түсті? Білмеймін. Просто қызықты болсын деп жасаған бар, эффект болсын деп сондай. Ё-моё, ескі мультфильм ғой бұл. Ё-моё, қараңдаршы, қаншама машиналар тұрды. Ё-моё, бұның бәрін қалай жасады екен да? Мына машиналардың бәрін жасауды айтшы. Машиналардың бәрі, ну машина или машина ұқсамайды да. Кішкентай пиксель болып тұр барлығы. Стадионның үстінде тері жабыр ішіп жүреді. Бірақ кірсе ауысты, тері жабыр жоғалып кетеді. Менің білуімше, олар жай ұшады. Мұндай хамелеон көздерді бірінші рет көріп отырмын. Кингтің көзіне қараңыз, оның көзі қоңыр түсті. Иә, көріп тұрып. Авариядан кейін көк. Мә. Неге екен олай? Қателік болып тұр ғой шынымен де. Қарай, тіпті жасыл түске алып кетеді. Наркоман болып тұр ғой дейсің де. Маквин фиништің алдына покрышканың ізін қалдырады. Бірінші көргіден кейін. Жоқ дейсің де. Жақсы. Мен шынымен де қателіктер. Монитор арқылы көріп тұр. Мониторға қарағанда ол Макты алдынан көріп отыр. Макқа қарасақ, оның алдында ешқандай камера жоқ. Соны айтам. Қалай түсіріліп отыр? Білмеймін, ал қалай түсіру мүмкін шынымен де. Бұл жағында ешқандай машина жоқ. Машина ма? Тюнинговый машиналар дәл мына машиналарды қараңдаршы, қандай әдемі да. Бетін Маквин оң жағына құлайды. Машиналар арасында диалог болады. Меніңше мына мультфильмнің логика іздеп керек емес сияқты. Мұнда машиналар сөйлеседі бір-бірімен, машиналар. Сосын міне, битім жоқ. Маквинді полностью бояп, дөңгелектерін ауыстырады. Ну как? Прокачка дейсің. В Радиатор Спрингс я очень посвежал. Бірақ жарысқа келгенде ол бұрынғы дөңгелектермен и бұрынғы раскраскамен келеді. Мұнда сәріпі алдыға қарап жабыстырылған. Маквинға қарасақ, керісінше сияқты. Иә, шынымен де. Что? Моя школа! Мэтр, просто нет слов. Как же ты так? В зеркала смотрю. Қайда айна, қайда? Су айтпақшы, иә, айна қайда? Да. Айна жоқ қой мына машада. Маквин фиништің алдына келіп тоқтайды. Финиш сызығы мен Маквин ара қашықтығын қараңыз. Жақындап көріскенде міне, дәл қасында тұр. Осымен бітті. Бүгін мен сіздерге Тачки мультфильмдегі қателіктерді айтқан болатынмын. Жақсы достар, онда екінші бөлімге кеттік. Ал достар, міне екінші бөлімде қостық. Мұнда қандай қателіктер болады екен көреміз ал. Маған қызық болып тұр. Мультфильм басында бізді қателік қарсы алады. Фин қайықтың үстінде, оның қасында сеткадан жасалған қораптар бар. Ең ұзын қорапты көрдіңіздер ме? Ендеше болды. Фин жоғалып кеткенде, онымен қоса ұзын қорапта жоғалып кетеді. Ал қалған қораптар болса орында қалады. Тағы да Фин айдап барып, қайықтың шетіне барады. Сары линия болса оның алдында тұр. Оны ол басып тұрған жоқ. Иә. Көріп тұрық, басып тұрған жоқ, иә. Жақындап көрсеткенде басып тұр. Алға жүріп кеткен бар кішкене бәлкім. Бір аяқ тез өтті кадры. Тағы да артынан көрсеткенде дөңгелекпен басып тұрған жоқ. Машиналарды қараңыздар. Несіне отыр, өлтірейін отыр ма? Қайтадан линия. Профессордың алдында ақ линия тұр. Иә. Білемін, шын айтсам, Тачкилерді мен кішкентай кезімде қараған болатынмын. Қазір шын айтсам, көп нәрсе есімде жоқ. Бірақ үшінші бөлім мен есімде бар, өткен мен үшінші бөлім дейтін білемін. Жоқ, үшінші бөлім тоже шыққаны біршама жыл болды, бірақ ол ондай қатты ескі емес. Бірінші, екінші бөлім сияқты. Так что осылай. Ал енді алдынан көрсеткенде ешқандай линия жоқ. Бұл жерде болмағанда жоғалып кетеді. Жоғалып кетті. Маған вообще қызық Тачкиларды қалай осылай көбейеткен, олар қалай осылай. Вообще қалай түсіндіруге болады оларды? Олардың әлемінде тек техника өмір сүреді, адам жоқ вообще.
маған всегда қызық болды сол. Бірақ енді иә, мультфильм ғой, логика іздеп керек емес бұл жерде, просто тек қарау керек. Мэтр сынып жатқан көлікті асып алып, ауылына апаратады. Ауылына бара жатқанда таумен көтеріледі. Ал артындағы жол белгісі көзімізден ақырын ғайып бола жатқанын көруге болады. Мэтр Маквинді байқа қалып айдаған кезде жол белгісі әлі де тұр. Қайсысы кейіпкер ұнайды осы Гүл үстінде мультфильмдегі? гүлге қараймыз. Ол гүл Майшаның қасында тұр. Иә, көріп тұрық, иә, гүл дейтін Майшаның қасында тұр, иә. Ал артынан көрсеткенде стөлдің шетінде тұр. Мә. Ауысып Фин саң. мен Холли екінші сажаға барып тоқтайды. Холлидің қасында бір қара шеңберді көруге болады. Көріп тұрық, иә, жоғалып кете ме келесі кадрда? Камера жақындатса, ол жоқ. Мә. Иә, ол қатты байқалмайды да, жалпы Мэтр негізі. Мен багажын байқамас едім сусындармен толтырып дедім. алады. Одан кейін ащы васабидің дәмін көрген соң, ол суды іздеп айдайды. Бірақ іздеп жүріп Маквинға бара жатқанда, артында ешқандай да сусын жоқ. Фин мен Холли бір-біріне жақын тұр. Иә. Алыстап кете ме? Артынан көрсеткенде алыс тұр. Иә. Қайтадан алдынан көрсеткенде жақын тұр. Сосын сөйтіп өзгере береді. Олар дейтін сондай екі түрлі анимация жасаған ғой. Бірінші кімнің анимациясын жасаған, потом мынаның анимациясын жасаған, и соның кесінен осылай болып кеткен ғой, соңында, иә. Білем, бұл қателік тоже. Негізі бірге жасау керек қой анимацияны бір уақытта бәрін. Жақсы. Білем, бірден бір какой-то қиындықтар болған бар бәлкім. Это же профессор. Сундап, ну где же командир-то? Он уже здесь. Ух. Есіктен қарағанда Мэтрдің қасында бір машина тұр. Мұқият қараймыз, Қайсы? қасында. Иә. Жоғалып кете ме қазір? Ал камераны жақындатқанда алдында тұр және бірдеме деп сөйлеп жатыр. Ух. Иә, алдына шығып кетті. Мэтрді жүк көліктің ішіне кіргізіп тастады. Мэтр мұнда шетінде тұрған сияқты. Ал оның көзінен көрсеткенде әжеп тұр, алыс тұр. Мен ойымша, бұл қателіктердің барлығы да, мен ойымша, ондай қатты қателік емес сияқты. Мен ойымша, бұл қателіктерді даже кешіруге болады мультфильмге. Қателік деген мен ойымша, ол андай кәдімгі логикасы жоқ нәрсе. Мұнда чуть-чуть кішкене қозғалып кетті, иә, не болады дейсің де, ол қатты мультфильм одан ешқандай бұзылмайды ғой. Бірақ жақсы, ол просто жай ғана контент ретінде айтып отырып, түсініп отырып Маған қызық қателік. Аэропортта көліктерді металл іздейтін құралдан өткізіп жатыр. Не үшін көліктер 90% металдан тұрады міне емес пе? вот это осы қателік реально, иә, осын айтуға болады, иә, өйткені мұнда шынымен де, иә, машина өзі металдан тұрады, еще Қатырады екен авторлар. бұл енді қызық прикол по приколу саған бұрыннан. Мэтрдің есігінде наклейка ізі бар. Иә, көріп тұрып, лек-лек ма не мұ? Фильммен кездескенде тап-таза. Мұндайлар қателік, иә, уже айтуға мұндай заттарда. Финнен қара ракеталар шығады. Бірден ұмытып кетеді ғой мысалы. Ал магнитқа жабысқанда уже ақ. Лазермен ататын арнайы камераны сағаттың терезесінен шығарады. Осы мен вообще ойлаймын, осы машиналар қалай сағат осы үйлердің барлығын, маған сол тоже қызық. Алыстан көрсеткенде камерада ашылып тұрған терезе де көрінбейді. Мына орамалдың басында қалай тұрғанын қарап аламыз. Енді міне салыстырыңыздар. Осымен көреміз. Двигатель с моего фото. Абсолютное сходство. Как этот тягач меня раскусил? Сонында оң жағында қара полицейский тұр. Көріп тұрғы, иә. Бірнеше секундтан сот түскене аладым. Мә. Вот осы қателік шынымен де. Осымен қателіктер бітті. Ана жолғы темір адам бітті ма? Все, достар, онда, короче, оригиналды кіреміз, оригиналды қараймыз. Мен сразу екі видеоны қалдырып кетемін, бірінші бөлімге, екінші бөлімге. Так что кіріңіздер, қараңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, қазір арнасына тіркеліңіздер. Ал осымен, достар, мен аяқтаймын. Сіздермен бірге бағдарланған қалам, келесі жүздескенше сау болыңыздар.